Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін батон дайындаймыз. Жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Бізге ұн, жылы су, сұйық май, ашытқы, тұз және шекер керек. Ең алдымен ұнымызға тұз, шекер, ашытқы салып араластырып аламыз. Содан соң суымызды қосып илейміз. Қамырымыз біріккеннен кейін сұйық май құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Осыны жылы жерге бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін қамырымызды 2-ге бөлеміз. Қамырымызды жайып болған соң, осылай рулет секілді етіп ораймыз. Тағы да бетін жауып 20 минутқа көтерілуге қоямыз. Көтерілгеннен кейін қысып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Батонымыз дайын болғаннан кейін бетіне сары май жағамыз. Кішкене суыған соң кесуге болады. Өте дәмді жұмсақ болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.